Сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда quesadillаның жасалу жолымен бөліскім келеді. Тауықтың етімен жасаймын. Ендеше осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен пиязды ұсақтап, кубиктап турап аламын. Одан кейін тауықтың етінде жіңішкелеп тураймын, өйткені тез пісу үшін. Бұл тағам жалпы таңғы асқа өте керемет болады, тойымды әрі тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Табаға зәйтүн майын немесе кәдімгідей сұйық майды құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Артынша тауықтың етін салып, екеуін де араластырып, бірге қуырамыз. Мен бұл видеода кішкене майды көбірек құйып жіберіппін. Сіздер аздап қойсаңыздар да жетеді. Қатты майлы болып кетпеуі қажет. Дәміне қарай тұз қосамын. Өзіңіз қалаған кез келген дәмдеуішті қоссаңыз болады. Және де баяу отта асықпай қуырамыз. Біздің тауықтың еті қуырылып жатырған кезде қызанақты ұсақтап, кубиктап турап аламын. Турап алған қызанағымызды қуырылып жатырған тауықтың үстіне салып, екеуін араластырамыз жақсылап, және де баяу отта қақпағын жауып, асықпай 15 минут пісіреміз. Мен аздап укроп қостым, ерекше дәм береді. Егер ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Ендігі кезекте мен лавашты өзіме ыңғайлап, дөңгелек пішінде кесіп аламын. Сіздер олай кеспесеңіздер де болады. Осы үлкен лавашты 4 бөлікке бөліп қолдануға да болады.
Және де бізге сыр қажет болады, оны үккіштен өткізіп дайындап қоямын. Жалпы біздің тауықтың еті пісіп жатырған кезде осы жұмыстарды жасап қоямыз. Бұл тағам негізі өте тез дайындалады, шамамен 15 минут уақыт кетеді. Осы аралықта біздің тауықтың еті де пісіп қалды. Шамамен 10-15 минуттай уақыт кетті. Енді quesadillаны жасауға кірісеміз. Менде грильница таба бар, соны қолданамын. Сіздер кәдімгі табаны қолдансаңыздар да болады. Лавашты қойып, сыр, тәтті жүгері өте ерекше дәм береді. Және де жаңағы піскен тауықтың еті, тағы да жүгері. Содан кейін сырды қойып, лаваштың екінші бетін жауып, осы тұрған бойында орташа отта екі жағынан 3-4 минуттан қыздырып аламыз. Тағы бір ескерте кететін жағдай, начинканы салған кезде ортасына қарай орналастырғаныңыз жөн, әйтпесе сыртына қарай жылжып, төгіліп кетуі мүмкін. 3 минуттай тұрды, келесі жағын аударамын. Бұл жағында тағы да 3 минуттай ұстаймыз. Сонымен біздің quesadillямыз дайын болады. Осымен дайын болды. Қазір кесіп көрсетемін. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Таңғы асқа өте тойымды тағам. Отбасыларыңызды осындай дәмді тағаммен қуантыңыздар. Достар, осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Жұма сайын дәмді, ерекше тамақтардың жасалу жолдарымен бөлісетін боламын.